сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге дәмі ерекше және қолжетімді ингредиенттерден жасалатын печеньенің рецептін ұсынамын. Бұл рецептің ерекшелігі печеньеге қуырылған ұн қосамыз. Алдымен табаны отқа қойып, ұнды саламыз. Араластырып отырып, сәл қоңырқай түске енгенше қуырамыз. Қуырылған ұнды електен өткіземіз. Ыдысқа жұмыртқа, қант ұнтағы және сұйық майды құйып, венчикпен араластырамыз. Егер сізде қант ұнтағы болмаса, оның орнына қант қосуға да болады. Үстіне разрыхлительмен ұнның жартысын салып илейміз. Ұнның бәрін бірден салмай, аз-аздан салып отырып илейміз. Қамыр шашыраңқы болып шықты. Масса бір-біріне бірігу үшін үстіне қаймақ салып илейміз. Печеньенің әр қайсысын 25 граммнан алып, домалақтап, противенге тіземіз. Менде 20 штук печенье шықты. Үстіне грек жаңғағын қойып әсемдейміз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 18-20 минуттай қызарғанша пісіреміз. Печеньелер дайын. Өте әдемі болып шықты. Енді сындырып көрейік. Ортасы жақсы піскен. Егер рецепт сізге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.